Сізді еш нәрсе бали алмау керек бұл дүниеде. Еш нәрсе сізді тәуелді қыла алмау керек. Ет па, картошка ма, болмайтын нәрселерге бүйтіп сараңдық ұстап. Онда Алланың құлы болмадық қой біз. Сосын өзіңізді де аямаңыз да. Егер өзіңізді аямасаңыз, мықты нәтижелер шығады. Мейлі құлшылықта болсын. Құран жаттаймын деген біреу жоспар қойды ма? Біреу жаңа жастар үшін араб тілін үйренем деді ма? Біреу жаңағындай тахажжуд оқимын деді ма? Біреу бір нәпіл оразаны қолға аламын деді ма? Біреу туысқандармен жақсы қарым-қатынаста боламын деді ма? Біреу денсаулығымды реттеймін деді ма, мысалы? Жаттығулар жасап деген. Осы нәрсенің күллісінде бір-ақ нәрсе керек. Өзіңді аяма. Нәпсіңді аяма. Анау жүгіріп келе жатқан адамдарды білесіз ғой жарыста. Барлығы жүгіріп келе жатқан кезде бір кішкентай бір секунд қана қалған кезде де біреу өзін аяп қалуы мүмкін. Аямаған басып кетеді ана жерде. Бір-ақ секундта. Осын өзін-өзі аямаған кезде ғана мықты ел болады. Сал өзіңді.